Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бүгін керемет 15 минутта дайын болатын шоколадты печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болатын Ұлжан, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттармен танысатын боламыз. 2 жұмыртқа, шоколад, қантымыз, ұн, ерітілген сары май, ванильді қант және қопсытқыш қажет болады. Бөлме температурасындағы ерітілген майымызды таза ыдысқа құйып аламыз. Енді оның үстінен қантымызды салатын боламыз. Мен 150 грамм қант қостым, сіз өз қалауыңызша 170-200 грамм қант қоссаңыз болады. Сонан соң оның үстінен 1 шай қасық ванильді қанттан қосамыз. Енді оның үстінен жарты шай қасық тұз қосатын боламыз. Сонымен жайлап венчикпен араластырамыз. Енді 2 жұмыртқамызды қосатын боламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сонан соң құрғақ қоспаларымызды араластыратын боламыз. Яғни ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызды електен өткізіп, 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Бізге миксердің қажеті жоқ, венчикпен жақсылап араластырамыз. Сонан соң силиконды таяқшамен жақсылап араластырып илейміз. Тестамыз осылай жақсы иленді. Енді шоколадымызды қосатын боламыз. Сіз өзіңізге ұнаған шоколадты қосып жасасаңыз болады. Шоколадты тестаға қосып, жақсылап силиконды таяқшамен араластыратын боламыз. Мінекей тестамыз дайын болды. Енді осындай кондитерлік мешогымызға тестаны 2 бөліп салатын боламыз. Ал енді кондитерлік пакетіміздің басын дәл осылай қиып аламыз. Плестімізге осындай пергамент қағаздарды пайдаланатын боламыз. Сонан соң тестамызды дәл осылай видеода көрсетілгендей құйып шығатын боламыз. Кіші шыны ыдысқа аз ғана су алып, осылай тестаның үстінен басып шығу керек болады. Енді тестамызды 15-20 минутқа печкаға саламыз.
Мінекей осымен біздің шоколадты печеньеміз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісіп кетсеңіз болады. Баршаңызға рахмет, сау болыңыздар.